Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Мөлдір, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тренд болып жатқан жүрекше пирогтың рецептісімен бөлісемін. Пирогтың құрамын төменде описанияға толықтай жазып қоямын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксермен жақсылап миксерлейміз, ақ көбік болғанша. Міне осындай болады. Содан соң сүтімізді құямыз, миксерлейміз, сұйық майымызды құйып, оны да миксерлеп шығамыз. Илектен өткізіп, ұнымызды, қопсытқышымызды 2-3 бөлікке бөліп, массамыздың көтерілгендігі басылып қалмас үшін астынан үстіне қарай жайлап араластырамыз. Мен осындай қызыл бояу қолдандым. 2 ас қасық массаны араластырып, қызыл бояу шығарамыз. Дайын болған массамызды формамызға құямыз, ал қызыл бояуымызды осылай кондитерлік қалташаға құйып, дөңгелектер жасап шығамыз. Және осы дөңгелектерді бір-бірімен осылай ағаш таяқшаның көмегімен қосып шығамыз. Сол кезде жүрекше болады. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирог піскен соң толықтай суытамыз. Пирог өте нәзік, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берем. Отбасыларыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.